Бұл адамды зомби тістеп алған, ол ауырсыну мен өзін өлтіру шешімінің арасында арпалысып қолына қару алады. Алайда кішкентай қызына түскен бір ғана көзқарасы бәрін өзгертеді. Ол қыздың жалғыз өзі тірі қала алмайтынын түсінеді. Оның қолында санаулы сағат қана бар, сондықтан оларды үмітсіздікте емес, құтқаруға арнауды шешеді. Кенеттен көмекке бір қыз келеді, ол өз тайпасының жақын маңда қауіпсіз жерде паналап отырғанын айтады. Үшеуі бірге жолға шығады, бірақ вирус күн санап емес, сағат санап асқына береді. Ер адам өзін бақылаудан айырылып бара жатқанын сезеді, ол қорқынышты шындықты ұғынады. Өзі де әлгі қыздар да межелі жерге жалғыз жете алмайды. Орман шетінде олар шіріген өлексені көреді. Оның иісі адамдық болмысынан толық айырылған сәтте өзін басқа жаққа алаңдатуы мүмкін. Көз жасын әрең сүртіп ол қызымен қоштасады. Ол мұқият бұтаққа байлайды, кейін аузын жауып, қолдарын байлап алады. Ақырында зомбиге айнала отырып, ол инстинкт жетегіндегі жолға шығады, бірақ әлі де әке ретіндегі соңғы миссияны орындап келеді. Ол қыздың арқасына көтеріп, қауіпсіз аймаққа жеткенше жүре береді. Көрінгеннен шошынған адамдар шабуыл жасауға дайын тұрады, бірақ бірге келген қыз оларды тоқтатады. Ол таныс иісті ер адамның әйелінің иісін шашады. Бұл оның қызының аман екенін білдіреді. Барлығы түсінеді, ол құбыжық кейпіне енсе де өз уәдесін орындады, қызын соңына дейін қорғады. Бұл киноның аты, құрметті достар, маған тіркеліп, историямды қарай кетіңіздер. Киноның барлығы атымен, ал бұл киноның аты «Бремя 2017», короче.